Сәлеметсіздер ме? 10-шы лекция жол кортеж. Кортеждер мен жолдармен танысасыздар. Текст оқитын курстың әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 4 тізімдер және кортедждер. Саламатсыздар ма? 10-шы видео лекция кортедж. Кортедждер тізімдегі ұқсас реттелген мәндер жиынтығы және оларды тек екі жағынан ерекшеленеді. Біріншіден, кортедждер дөңгелек жақшамен қосылады, ал тізімдер тік жақшамен қосылады. Жақша ашылды, элементі жазылады, hello, 1, 2, 3, -5, бүтін 7, known, true. Өздеріңіз байқағандай, кортеджде тізімдердегідей кез келген деректер типі элементі бола алады. Type арқылы типін анықтайық. Tuple деген ол бізде кортедж, өзгермейтін деректер типі. X тең, осындай бізде тізім болсын. X тең тізімге. Индекс арқылы біз тізім элементтеріне қол жеткізе аламыз. 0 бізде hello, X 4 бізде true. X бөліктер арқылы біз элементтерін ала аламыз. 0 қос нүкте 3. Осылайша біз бөліктерін алдық. Кортедждің бөліктерін алдық. Len X. Кортедждің ұзындығын қайтарады 5. Екінші айырмашылығы, кортедждер жолдар секілді өзгермейтін деректер типіне жатады. Олардың мәндерін өзгертуге болмайды, өзгермейді, жойылмайды және жаңа элемент қосылмайды. Мысалы, X деген осындай тізім бар делік, және де біз оны индекс арқылы элементін өзгертіп көрейік. Мысалы, 1, 2, 3-ті өзгерткіміз келетін болса, ол бірінші индексте тұр, тең басқа бір жол енгізейік, cat деген жауап қате болады, себебі tuple кортедж ол өзгермейтін деректер типі. Егер кортедж бір элементтен тұрса, онда оны одан кейін өтір қою керек болады. Type, егер біз өтірсіз жазатын болсақ, ол бізге int болады. Integer бүтін сан. Ал кортедж жасау үшін type 1 өтір жақша. Осылайша біз tuple кортеджді жасадық. Функция list және tuple. Кез келген жолды басқа деректер, кез келген элементті басқа деректер типіне ауыстыруға болады. List, tuple. List, мысалы, ол кез келген элементті тізімге ауыстырады, ал tuple ол кез келген элементті кортеджге ауыстырады. Мысалы, 42 бізде сан болсын, integer типті, біз оны str функциясы арқылы жолға ауыстырдық. List функциясын пайдаланып, біздегі кортеджді біз тізімге ауыстырайық. Осылайша біз list арқылы тізімге ауыстырдық. Типін анықтайық, list. Ал енді біз тізімдерді керісінше tupleға ауыстырайық, кортеджға. Ол үшін біз аргумент ретінде берейік тізімді. Осылайша біз tuple мен функциясын пайдаланып, біз тізімдерді кортеджға ауыстырдық. Мысалы есептер, бос орындармен бөлінген сөздерден тұратын жол берілген, онда қанша сөз бар екенін анықтау қажет. Мәселені шешу үшін count әдісін пайдаланамыз. Жаңа файлды ашайық. Сөз тең input. Осылайша біз бір сөз айнымалысына мәнді енгіземіз. K тең сөз.count. Count әдісін пайдаланамыз. K деген айнымалыға count әдісін пайдаланып элементтер санын жазамыз, есептейміз. Print str k плюс 1. Count деген ол қабылдайтын аргументін біз бос орынды бердік. Ол жолдан бос орындарды есептейді, неше рет кездесетінін. Одан кейін біз print str k плюс 1 арқылы, оған бірді қосу арқылы біз жолды анықтадық
десек болады. Мысалы, my name is Әсел деген элемент жол болсын, жауабы бізге 4 берді, 4 жолдан тұрады. Өйткені біз бос орын countқа біз бос орынды бергеннен кейін біз жауабына 1-ді қосу арқылы есептедік. 1, 2, 3 бос орын. Ал егер біз k плюс 1-ді бермесек, ол бізге 3-ті қайтарады. Ол бос орынды есептейді, пробелдарды. Осылайша біз бос орындар арқылы жолдарды есептей аламыз. Осындай бізде бір ұзақ жол болсын дейлік. Жауабы бізге 7-ні қайтарды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жол. Расында да 7 жол. Пробелді санайтын болсақ, ол бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пробел. Және де оған 1-ді қосу арқылы біз жолды есептедік. Келесі есеп. Жол берілген, осы жолда кездесетін бір санын one сөзіне ауыстыру қажет. Жаңа файл ашайық. Жол тең input. New тең жол нүкте replace. Replace әдісі ол элементтерді ауыстырады. Мысалы, ол екі аргументті қабылдайды. Бірінші ауыстырылатын элемент, екінші ауыстыратын элемент. Бірдің орнына 1 деген жазу болады. Бір санның орнына 1 деген жазу. Print жаңа жол new. Осылайша біз жолдағы бір санын бір сөзіне ауыстырдық. Элементтерді енгізейік. Бір санның орнына бір сөзіне ауыстырдық. Replace әдісін пайдаланып. Келесі тізім берілген, тізімнің жұп элементтерін шығару қажет. Жұп элементтерді. A тең int I for I in input. .split. Біз бұлайша тізім элементтерін құрастырып отырық. For k in a if k бөлінген 2, процент бойынша бөлінген 2 тең 0 болса, қалдығы 0-ға тең болатын болса, ол жұп дегені білдіреді. Жұп print, жұп элемент қосылған strk. Осылайша біз жұп элементтерді анықтадық. Файлды сақтайық. Ал енді элементтерді енгізейік. Осындай бізде элементтер бар делік, және де ол бізге жұп элементтерін қайтарды. Тізім берілген, тізімнің жұп индексті элементтерін қайтару қажет. N тең input .split. Енгізілген жолды біз тізімге ауыстырдық. For I in range len n. If I бөлінген 2 тең 0 болса, егер индекстарын 0-ға бөлген кезде қалдығы, индекстарды 2-ге бөлген кезде қалдығы 0 болатын болса, ол бізде жұп болады. Жұп индекс дегенді білдіреді. Print n i файлды сақтайды. Элементтерді енгізейік. 3, 34, 3, 5, 9, 8, 7. Осындай элементтер бар делік. 3-ті қайтарды, ол бізде 0-ші индексте тұр, 9 қайтарды, 2-ші индексте тұр. 7-ні, 2-ні, 10-ды осылайша қайтарды. 0-ді. Бүгінге сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.